Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен Zoom бағдарламасында сілтеме жіберу туралы айтқанды жөн көрдім. Болмаса ссылка дейміз ғой. Міне, ең бірінші сіздер Zoom бағдарламасына кіресіздер, және сол жерде конференция деп тұрады. Сол конференцияны планировать конференция дегенді басасыздар. Солда сіздерге осындай терезе ашылады. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің пәндеріңіздің аттарын жазсаңыздар болады. Мысалы, мен информатика пәнінен сабақ беретін болғандықтан өз пәнімді жазамын. Және өзіміз қай күнге планировка жасаймыз, болмаса пландаймыз, соны жазамыз. Мен ертеңгі күн менен планировка жасайын деп тұрмын, кешкі сағат 5-ке. Және мына жерде өздеріңіз білетіндей уақытын қоясыздар. Және сізге зал ожидания керек па, керек емес па, соны қарап аласыздар. Егер керек емес болатын болса, сіздер галочканы алып тастайсыздар да сохранить етесіздер. Сохранить еткеннен кейін біздің тереземізге осындай жасалған сілтемелер шығады. Бұл сілтемені копировать етіп аламыз. Міне, копировать приглашение на конференцию дейді. Осыны ерекшелеп белгілеп аламыз. Және Word бағдарламасына саламыз. Міне, мына жерде жазып қойыпты. Тлеубаева Набат приглашает вас на планированную конференцию Zoom. Осындай да осындай уақытта деп. Енді мен қазақ тілінде информатика сабағынан сабақ беретін болғандықтан мен өзім қазақшаға аударып алдым. Тлеубаева Набат сізді Zoom конференциясына шақырады. Тәжірибе атауы, ақпарат, тақырыбы 11-ші сыныптарға мен сынып жетекші болғандықтан ата-аналар менен білім алушылар жиналысы деп тақырыбын қойдым. Және 15-ші қаңтар 2023 жыл сағат 17-де Алматы уақытымен. Және осы жерде Zoom конференциясының сілтемесін жазып қойдым. Енді осыны ерекшелеп алып, өзіміздің сабақ беретін класстарымызға жіберсек болады. Енді мен мысал ретінде сіздерге қазір жіберіп көрейін. Міне, қарап отырсаңыздар, кішкене экранды жақындатайын. Көрінеді деп ойлаймын сіздерге. Міне, Тлеубаева Набат сізді Zoom конференциясына шақырады, тәжірибе ауысады. Тәжірибенің атауы, кешіріңіздер, және мына жерде тақырыбы бәрі көрініп тұр, сілтемесі тұр, және өзінің индикаторлық коды тұр. Көріп тұрғандарыңызда. Енді бұл жерде қара жирный болып тұр дейміз ғой, қара бояумен боялып тұрған жазуларды біз қалай жасадық? Міне, мен өзімнің неме кірдім, Word бағдарламама, сол жерде қара болып жазылатұғын тақырыптарының бәрінің алдына жұлдызша қойдым. Сол сөздің алдына және соңына жұлдызша белгісін қойсаңыздар, осындай сіздерге қара әріппен жазылады. Мен тағы сіздерге бір мәрте көрсетейін. Міне, сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Тағы жақындатайын кішкене. Міне, Тлеубаева Набат сізді Zoom конференциясына шақырады, тәжірибе атауы, ақпараттар, тақырыбы осындай да осындай, уақыты мындай деп, міне сілтемесі бәрі көрініп тұр. Құрметті ұстаздар, бізден көбінесе әкімшілік талап етеді. Аты, заты бар, сілтеме жіберіңіздер деп. Егер сіздер осылай жіберетін болсаңыздар, сіздердің жұмыстарыңызда әкімшілік ұрыспайды деп ойлаймын. Осылай жіберсеңіздер болады. Құрметті ұстаздар, сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Көріскенше сау болыңыздар.